видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Қақпаға соққы жасалмады соғып. Ал мына жерде баспен тамаша пас, дегенмен қорғаушыда жауап үлгерді. Қақпаға соққы және есеп ашылды 1-0. Ясин Салхи. Семей командасының жаңа ойыншысы келе сап алаңға шыға сап гол соғып отыр. Міне керемет, міне дебют. Қайталап көрейік. Ясин Салхи тебе салды. Автогол болып жазылуы да мүмкін, өйткені Негуэбаға тиген екен. Ортамен допты ала қашты. Мүмкіндік бар қазір. 3-1 қорғаушы жығылып жатыр және екінші гол соғылды. 2-0 Кая Торрес. Есепте селеген. Кая Торрес тағда Ясин Салхи осы шабуылға араласқан сияқты көрінді. Қазір көрейік қайталау сәтінде, ал қорғаушылардың қателігі 3-1 дейміне. Доптың алдында Мадияров да бар. Штибек ол өзімен өзі құлап түсті. Ар жақта Колесов дайындалуда. Штибеков қақпаға жойқын соққы, есеп айырмасы қысқарды. Давуд Штибеков. Есеп 2-1. Өте жақсы соққы. Қақпашы түкті істей алмады. Қатты тепті Штибеков. Ол сол жақ қапталға. Штибеков жақ шығарып берді. Есеп 2-2. Есеп 2-2. Негуэба голдың авторы. Ал жаңа ғана қолайлы есеп деп айттық Семей командасы үшін 2 доп айырмасы. 1 гол соқса ол қауіпті демек, тура сондай болды. 1 гол соққан команда екінші голды оңай соғып отыр. Есеп тең, бәрі қайта басталады деген сөз. Штибеков тамаша ойнады бұл жерде. Күтті, сәл кідірді. Негуэбаның жүгірген сәтін күтті, міне тура алдына допты қойып беріп отыр. Родригиньо артқа қарай Идитаға. Дедезиньо. Қақпаға соққы, Деде дубль. Дедезиньо. Бір ғана мүмкіндік болды да қазір. Соққы жасайтын қателескен жоқ. Міне мерген деген осы. Қараңыздар, өзі ыңғайлады топты. Өзі ыңғайлады, алдында тұрған ойыншылар әрине қақпашының көзін байлайды. Ойында өзгерт алама. Топқа талас Мадияров. Ереже бұзды, бұл фол өйткені қазір төреші хаттамаға енгізді фолды. 4-4 фолдар саны, қақпаға соққы болды ғой деймін. Кандидо Габриэль. Тамаша соққы. Қиыс бұрыштан қақпаны дәл көздеп отыр. 4-2. Енді қиын енді. Енді ойынды құтқарып қалу өте қиын болады. Оп-оңай соқты бұл голды. Семей командасы. 1 пас, 1 соққы. Далтонның да әрине бұл жерде допты қайтаруға